Қайырлы күн оқырмандар. Бүгін сіздермен осындай керемет королевский тортының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет шығады. Жақындарыңызға 100% ұнайтынына сенімдімін. Алдымен осылай жұмыртқамызбен шекерімізді жақсылап ағарғанша, яғни көлемі 2 есе болып ұлғайғанша араластырып алатын боламыз миксермен. Одан соң үстіне майымызды, жылы сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Және мен алдын ала ұнды електен өткізіп алдым. Және разрыхлительді осы қоспама қосып, осылай араластырып аласыз. Енді дайын массаны осылай теңдей етіп 4 бөлікке бөліп аласыздар. Теңдей етіп бөліп алып, үстіне мына мен какао, мейіз, грек жаңғағын және мақ қосатын боламын. Аз-аздан қостым. Негізі көбірек қосқандарыңыз дұрыс. Яғни жаңғақ пен мейізді 50 грамнан, мақты өзіңіздің қалағаныңызша. Какао 15-20 грамм қосасыздар. Мен раздвижной кольцом көмегімен осылай пергаментный бумаганы формаға келтіріп аламын. 4 формаға келтіріп, осы дайын массамызды үстіне қосып, құйып, тегіс етіп жайып, қызып тұрған пешке 25-30 минуттан пісіріп аламыз. Менің кольцомның диаметрі 18 сантиметр. Менде биік торт қажет болғасын, осылай 18 сантиметр таңдадым. Негізі бұдан үлкен диаметрде таңдасаңыздар болады. Пешке салған кезде 20 минут желательно пешті ашпағандарыңыз дұрыс. Мына енді менде пісті. Деревянный шпажканың көмегімен тексеріп алдым. Енді осылай ыстық кезінде фольгадан алып суытатын болам. Суығаннан кейін қайтадан кольцоның көмегімен 18 сантиметрді тегістеп алам жан-жағына. Бұл бәрібір жайылады. Соны қажет емес жағын алып тастап, екінші, яғни 3-ші, 4-ші тестамызды пісіріп алдым. Енді бетінде алып тастайтын болам мен. Тегіс болмаса, беттерінде алып тастасаңыздар болады. Енді подложкаға крем жағып, осы тортымыз жинайтын боламыз. Кремнің жасалу жолын төменге ссылкасын қалдыратын болам. Және пропитка жасау үшін 120 мл сумен 80 грамм шекерді жақсылап шекер ерігенше
ыстық суда араластырып аламыз. Және кальционың көмегімен осылай жинасаңыздар болады. Кальциямен жинаған тегіс болып шығады торт. Кальциосыз жинасаңыздар да болады. Кальцио болмаса егер. Осылай бетіне пропитка жасап, кремімізді жағып, торт коржымызды кремін теңдей етіп жағып, жинап шығамыз. Бұны морозильникке 6-7 сағатқа қойдым, және 3-4 сағат холодильникте тұрды. Енді бұны алып, қазір сіздерге кесілген түрін көрсететін боламын. Кескенде қандай болатынын көреміз. Видеом ұнаса, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Торттың бетін пищевой пленкамен жауып, морозильникке, болмаса холодильникке 6-7 сағатқа қойып аласыздар. Бетін қалауларыңызша ганашпен, болмаса чиз креммен, қалауларыңызша етіп қаптайсыздар. Менде осында әдемі, биік торт шықты. Дәмі деген керемет, ауызда ериді. Міндетті түрде жасап көріңіз.